қоғамның айтқанымен жүріп, өз жолыңнан адастың ба? Жақындарыңның саған артқан үмітін ақтаудан зеріктің бе? Өзгенің алдында абыройлы болу үшін хақ мақсат мұраттарымызға қиянат жасаймыз. Бөтен армандардың жетегінде кетеміз. Айналамыздағы мыңдаған оймен пікірге еліктеп, ішкі жаңғалауын естімей жатамыз. Өзімізге және армандарымызға қиянат жасаймыз. Біздің подкаст өмірге деген өзіндік көзқарасы бар, рухани еркіндікті аңсайтын жандарға арналған. Біз қоғам бекіткен талаптардан ада, өз дара жолын салып, шынайы бақытқа қол жеткізуге талпынған, қиындықтан тайсалмай, тұлғалық болмысын таныған адамдармен әңгіме құрамыз. Сен жалғыз емессің. Оян, ішкі батырыңды таныт. Оян Батыр подкастына қош келдің. Достар, подкасттың бұл шығарылымда біз қазақстандық Досмарт.kz стартабы жайлы айтқымыз келеді. Бұл цифрлық технологиялар мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілікпен ұштасуы негізінде құрылған кэшбэк платформа. Бұл қалай жұмыс істейді? Супермаркетте немесе дәріханада сауда жасағаннан кейін сіз әдетте қоқысқа тастай салатын чегіңізді Досмарт.kz сайтына жүктеп, оның сомасынан кэшбэк ала аласыз. Ал жеке компаниялар үшін сервис сатылымдар мен бейлді клиенттер санын арттыруға арналған тиімді әрі қолжетімді шешім ұсынады. Сіз үшін Досмарт.kz кэшбэк науқандар негізінде брендтелген виртуалды бейлі картасын әзірлейді. Бұл пластикалық карталар шығаруға және арнайы сайт немесе қолданба жасауға қарағанда әлде қайда ыңғайлы әрі үнемді. Бұл мүмкіндік туралы сипаттамадағы сілтеме бойынша өтіп, немесе Досмарт.kz сайтында біліңіз. Пандербидің келесі шығарылымдарында біз осы команданың басқа да қызықты және пайдалы жобалары туралы айтатын боламыз. Достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Зарина. Файндюби подкастының бүгінгі қонағы Сүлеймен Демирел университетінің ұстазы, кезінде менің де ұстазым болған белгілі медиа-тренер Асхат Еркінбай. Асхат Еркінбаймен біз ұстаздық, TED дәрістерін қазақ тіліне аудару, Маски шәкіртақысы, Америкадағы қарттардың студенттерге деген жылы ықыласы туралы әңгімелескен болатынбыз. Ал Патреонда дата, яғни жеке бас деректері, цифрлық және медиа сауаттылық, дата журналистика туралы да біршама сөз қозғадық. Сонымен подкастқа қош келдіңіздер. Бүгінгі эпизодты тыңдай отырыңыздар. Асхат ағай, сәлематсыз ба? Біздің бүгінгі подкастқа уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Қал жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Рахмет, бәрі жақсы. Өзіңде қалай? Жақсы, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Асхат ағай, өзіңіз туралы бір қысқа бэкграунд беріп кетсеңіз, айтып өтсеңіз. Так, бэкграунд. Мен Қарағанды облысы, қазіргі Ұлытау ауданы Жезді деген кентте тудым. Әкем шахтер болды. Анам сол шахтада бухгалтер болып жұмыс істеді. Жалпы біз тұрған өңірде барлығы шахтамен байланысты болатын. Кішкентай кезімізде үйде 4 ағайынды болдық. Сол үйде кішкентай кезден шахтер болмаймын деп өскен мен ғана шығар. Кішкентай кезден мен өзімнің шахтада жұмыс істегім келмейтінді білетін. Өйткені маған шахтерлардың иісі, шахты қатты ұнай қоймайтын. Шахта қап-қараңғы болатын. Біз енді шахтаға бардық кішкентай кезден. Бәрі шахтамен байланысты болатын. Өмірдің бәрі о жақта. Шахты бүкіл әлі күнге дейін солай. Той-томалақ та шахтаның жаңағы режиммен байланысты. Автобус қашан келеді, айлық қашан береді шахтерларға. Мен сонда кішкентай қалада өстім. Кішкентай кезден сол әдебиетке қызығушылығым болды. Осы қазір осы журналистика саласындамын. Көбіне медиа эдюкейтор деп айтамын өзімді. Қазақша біреулерге ұнай қоймайды. Медиа ағарту деген ағарту сөзі қазақ тіліне себебі кішкене бұл киелі емес, бірақ сұмдық бір алаш көсемдермен байланысты болғаннан кейін ағарту деген сөз бізде бір тым асқақ естіледі. Бірақ қазір сол журналистикаға қатысты дата журналистика болсын, жаңа медиа сауат болсын, соның айналасында жүрмін. Түптеп келгенде бұған сол қызығушылығым сол кішкентай Жездідегі ұлан деген газетте оқып, соның жас тілшісі болып, сол себеп болды десем болады. Жалпы осы ұлан газеті менің осы азаматтық көзқарасының қалыптасуына, шығармашылық ортамды табуыма өте көп көмектесті. Сосын кейін жаңағы мектептен кейін сіз жоғары оқу орнына осы журналистика саласына әлде әдебиет саласына оқуға түстіңіз ба?
Біз мектепке тапсыратын кез бұл жаңағы совет одағының күйреген кезі. Күйреді дегенде ыдырап жаңағы біз кеншілер қаласы кішкентай, барлығы жұмыссыз болып, шахтерлар жұмыссыз қалды. Біздің кішкентай кезіміз өкінішке қарай, қазір енді ойлап қарасам үлкен адамның көзімен, біз өте қорқынышты кезде, кішкентай кезіміз сондай кезде өсіп, себебі айналамызда суицид өте көп болатын, ішкілікке салынғандар көп болатын. Барлығы 91 жылдары көршілеріміз жаңағы немістер, жаңағы славян кімдер көшіп кетіп жатты. Біз оның барлығын біз білмейтінбіз, жаңағы армяндар, біздің жаңағы көршілеріміздің барлығы біз орыс деп ойлайтынбыз. Сөйтсек барлығы белорустар, әртүрлі ұлттың өкілдері болған екен. Барлығы үдере көшіп жатты, камаздар. Құдайдың құтты күні біреудің жаңағы несі, біреу қайтыс болды деген несін, суицид, жұмыс жоқ, көшеде жаңағы ішкендер, жаңағы қытайский бір арақтар пайда болған, солар, свет жоқ, су жоқ, жаңағы макарон, картошка қайнатып, су тасып ішетінбіз, этажда тұратынбыз. Сол күніне 1 сағат қана свет беретін. Біз сондай кезде өстік. Жаңа мектепте бәріміз куртка жоқ, өзіне тон дейма, соны киіп отырасың. Жаңағы 4-5 балаға бір кітап береді, соны жаңағы. Біз солай болу тиіс деп өстік, балалық шақ солай болу керек шығар деп өстік. Сөйтсем қазір өте бір қиын кез болыпты. Содан кейін біз қалаға көштік. Қалаға көшкен кезде менің алғашқы бір әділетсіздікпен ұшырасқан кезім сол кезде болды. Біздің мектептің қасында бір жақсы мектеп болатын. Соны мен жаңағы ауылдағы табелімді көрсетсек, мені жаңағы қабылдағысы келмей ол мектепке. Сондай бір жағдай ұшыратты. Мені сол мектепке амал жоқ қабылдады, бірақ ең бір нашар дейтін сол кезде есептелетін Г деген класс болады екен. Г деген классқа барсаң, кілең жаңағындай курткасын шешпей, бәрі сұсты, сондай бір балалардың ортасында топ етіп, мен еще ең соңғы қатарда, ал мен өмір бойы алдыңғы қатарда үздік болып сөйтіп өскен бала болатынмын. Сосын амал жоқ барсам, қасымдағы бала бойы ұзын бір бала екен. Не ручкасы жоқ, не дәптері жоқ. Ал мен деген мектепте үздік баламын ғой, артық дәптер, вдруг керек болып қалады деп қызыл пасты, жасыл пасты, артығымен ручка, артығымен қарындаш, неге екені өзімен ұстап жүрем ғой. Сонан қасымдағы балаға ойбай жоқ па деп бере қоям, қарасам есеп шығара алмай отыр. Ойбай осыны шығара алмайсың ба деп жаңағы оған есеп шығаруға жаңағы көмектесем. Сосын күтіп жүрмін. Енді как обычно біздің кезде мектепке жаңадан бала келсе, міндетті түрде жаңағы тексереді. Жігіт қыздардың арасын білмеймін, ұлдардың арасында енді жаңағындай төбелес деген болатын. Сонымен күтіп жүрмін. Қашан маған мыналар келіп жаңағы тиіседі. Енді жаңа мектепке келдім, қаланың мектебі, мен ауылдан келген баламын. Тем более мен өзім табиғатымен нәзік өскен баламын. Сосын маған тиіспейді. Сосын сырын кейін білдім. Сөйтсем жаңағы менің қасымдағы парталас отқан бала сол мектептің нөмір 1 атаманы екен. Мен байғыз оған дәптер беріп жүрсіз. Дәптер бермек түгіл, кешке үйіне барам ғой, математика түсіндірем оған, қоймай жүріп. Сөйтсем сол Асқар деген бала, мүмкін Асқар естісе, Кагумаров Асқар, әлі бейден аты жөні есімде, егер вдруг танитындар болса, менің атына сәлем жолдаса болады. Содан сол жағдай туралы кейін мен мақала жаздым. Ұлан деген газетке, енді тура сол туралы емес, бірақ сол Г классында оқып жүріп мақала жазып, мақалам газеттің 1-ші бетіне шығып, республикалық Ұлан газетінің. Содан ертесіне жаңағы директорымыз кіріп кеп, кто такой Еркінбаев деген есімде. Мен орнынан атып тұрып, мен десем, сен неғып Г классында отырсың деп жаңағы, сен А классында оқу керексің деп. Сөйтіп 2-ші 90-да мені сөйтіп Г классынан А классына ауыстырған. Негізі сол 90-шы жылдары осы кәдімгідей жаңағы мода еді ғой, 1-ші А, Ә класстары сондай бір білімді, жақсы оқитын балалар жинайды да, қалған В, Г, Д дегендерге кілең жаңағы оқуға сондай бір ынтасы жоқ балалар жиналатын болатын. Мен бір жағынан енді ол кездегі заман басқа ғой. Ол жердегі негізі мұғалімдерге басым бием. Себебі сондай қиын жағдайдың өзінде өзінің бала шағасы аш-жалаңаш, не үйінде свет жоқ, айлық алмайды ол кезде мұғалімдер. Мектеп деген дір-дір суық, не дұрыс оқулық жоқ. Соның өзінде мұғалімдер жаңа келіп бізді оқыту деген ол үлкен ерлік болатын сол кезде. Қазір ойлап қарасам, мысалы, сол мұғалімдік мамандықта қалып, қаншама мысалы кісілер ол кезде жаңа барахолкаға кетті, коммерциямен айналысуға мәжбүр болды, бала шағасын асырау үшін. Ал сол кездегі жаңағы А болсын, Г болсын, әйтеуір жаңағы бізге білім берген. Қандай да болса бір білім беру болды ғой. Біз сондай кезде шыққаным. Мен айтпағым жаңағы жағдай маған үлкен ой салды. Сол кезде жаңағы мен мақала жазып, ол мақала менің
жазылған мақала менің тағдырымның жаңағы оң өзгеруіне шешім септігін тигізсе, онда мен ручкаменен, осы қаламменен басқа адамдардың тағдырына көмектесе алам деген, жақсартуына көмектесе алам деген сенім пайда болды сол кезде, сол мақала. Содан кейін мен жаңағы беки түсті, осы менің ішкі ойымды, сезімімді, жаңағы пікірлерімді қағазбен жеткізу, жазумен жеткізу деген басым екенін. Ал А классы физика математика тереңдетілген класс болатын. Мен сол физика математика тереңдетілген класста оқыдым, бірақ әдебиетке жаңағы қызығушылығым басым болды. Ол мектеп те өте жақсы мектеп болды, лицей мектеп болды, жай лицей, андай қазақ тілі лицей емес. Қазақ тілі лицейіне де мен негізі барғым келген, бірақ ол кезде алғаш ашылған кез көп біздің әке-шешеміз көп түсіне алмады, ол кезде ол неге келеді деп қорқып мені жібермеген. Бірақ мен оқыған мектеп Сатпаев қаласындағы 4-ші мектеп лицей. Сол кездегі директор Майя Дәкәрімқызы, класс жетекшілерім Баян Айыпқызы өте жақсы кісілер болды, себебі олардан индивидуалды подход деген болды. Мысалы, бізді класста шығармашылық биіміз болса да, математикалық класс болса да, бізге әдейі бір шығармашылық сондай тапсырмалар, бір жаңағы сахнаға шығару, бір кештер өткізу деген сияқты бізді сол қанаттандырып отыратын, ұштап отыратын. Сол өте жақсы көмектесті. Кейін содан мен шахтер болмайтын белгілі болған, физика математика тапсырмайтын онсыз да белгілі, хотя біздің класстағы балалардың көпшілігі сол кезде Томскінің жаңағы несіне түсті, Ресейдің оқу орындарына түсіп жатты. Иә, Қарағандыдан көп түседі ғой, Омск жаққа қарай. Иә, өйткені ол мектепте бізде сол кездің өзінде 1-2 тоқсанда Погореловтың геометриясын бітіріп тастайтынбыз да, одан кейін біз уже 1-ші курстың жаңағы математикасын бастай беретінсіздер. Иә, уже соны оқыта беретін бірден. Сонда бізде 3-ке бітірген баланың өзі оп-оңай жаңағы Ресейдің оқу орындарына түсіп жататын. Бірақ айтпағым, мен журналистикаға тапсырғым келді. Бірақ ол кезде ОБТ-ның шыққан 2-ші жылы грант бүкіл республикаға қазақ тіліне 10 грант, орыс тіліне 10 грант берді. Оның алдындағы жылы біз ОБТ-ның қалай өткенін естідік. Ол кезде сұрақтар дұрыс емес, есімде шығар, Абылай ханның атының қанша тісі бар, мен болып кетті ғой, сол мемдар сол біздің кезде шыққан. Ал содан мен қазақ тілі әдебиетіне өзім олимпиадаға қатысқандықтан сол мамандыққа тапсырдым. Сөйтіп Жезқазғанда университетке түстім, грант алдым. Бірақ Жезқазғанда оқып жүріп, Өрімтал деген жастар бетін ұйымдастырды. Сен де сұрадың алдында, Өрімтал деген сөз қайдан шықты деп. Иә, сіздің никнейміңіз барлық жерде, әлеуметтік желіде де, иә, сіздің блогыңызда да бүкіл жерде Өрімтал ғой. Иә, мен интернеттен Өрімтал деп оңай табуға болады, бірақ Өрімталды мен юмен жазғанда Өрімтал деп. Ол кезде ағылшынша білмеймін ғой, мен қайдан ағылшынша деген әріптің орнына юді жазғамда, содан бүкіл аккаунтым сол Өрімтал болып кетті. Біреулер Ұрымтал деп оқиды, ол да бір жағынан қызық мағына береді. Сол жастар бетін ұйымдастырдық. Жезқазғанда Сарыарқа газетінде, ол кезде Сарыарқа газетінің ұжымы да өте жақсы бізді қолдады. Сара апай деген Заря Жұманқызы, танымал жазушы апайымыз. Заря апайымызды танимын. Иә, ол кісі өте бізді сол қанатына басып, бізді алғаш шын журналистикада сөйлем құрау, сұхбат алу дегенді үйретіп көрсеткен бізге алғашқы ұстазымыздың бірі. Содан біз студент болып жүріп Жезқазғанда ол кезде зачетка деген бар, білмеймін, қазір жоқ зачетка деген. Біз оқуға түскенде болған басында. Иә, ол жылдар сол зачетқа, емтиханға 200 теңге, 500 теңге деп жинайтын. Біз деген соны студенттерден пікір жинап, соны газетке беріп, сөйтсек ол біреулерге ұнамай, сода бізді қорқытып, үркітіп сөйте бастады. Сонай 2-ші курста оқимыз, сонда бізді қорғайтын ешкім жоқ. Кейбір оқу орындарының басшылары келіп бізді қорқыта бастады. Бұл өтірік мақалаларың, біз пара алмаймыз деген сияқты. Кімге сессия, кімге репрессия деп сондай атпен. Қай неде, Жезқазғандағы колледжде, қай мамандықта кім қанша пара алады дегенді студенттерден жинап жазғанбыз сол кезде. Сонда ол әлгі облыстық газетке шығардыңыздар ма, әлде сол? Иә, бұл аймақтық, Жезқазған аймақтық газеттің ішінде Өрімтал деген жастар беті болатын. Бізге сондай рұқсат берді шығаруға. Содан біз сол жастар қысымға шыдамай
өйткені университетте мұғалімдер де бізде теріс айнала бастады. Сол жағдайдан кейін ұнамады ешкімге. Сол кезде түсіндік, шындық көп адамға ұнамайды. Сөйтіп біз Алматыға ауыстық. Біз деп отқаным, сол Жезқазғанда біз жастарбет ұйымдастырған Белла Орынбетова, қазір көпшілікке өзінің саяси көзқарастарымен танымал. Белла бізден бір курс жоғары оқыды, бірақ біз Белла сол жастар бетінде бізде бірге ұйымдастырдық. Одан кейін Қанат Махамбет, Қанат қазір Атамекен теле арнасының медиасында өте белді журналист, танымал, айқында жұмыс істеді. Одан Ысқақ Егенбердиев, Ысқақ қазір ол Хабарда. Сол біз осы Жезқазғанда қатар оқығанбыз барлығымыз. Олар журналистикада оқыды, мен филологияда оқыдым. Сол төртеуміз бірге осы өрімталды шығарғанбыз. Сол кезден бастап белсенді екенсіздер ғой. Айтпа, сол кезде белсенді болып, біз әртүрлі тренингтерге баратынбыз. Сол кезде мен ойланатым, неғып бұл қазақша емес, неғып бәрі орысша деп. Содан біз Алматыға ауыстық. Алматыға ауысқаннан кейін Алматыда мен сол осы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагог университетіне ауысып келдім. 3-ші, 4-ші, 5-ші курс, 5 жылдық мамандығым. Сол осы АГУ-да оқыдым. Бірақ Алматы үлкен қала, мүмкіндік көп. Бірден редакцияларды жағалап, осы «Начнем с понедельника» деген менің Алматыға келген кезім, бұл 2000 жылдардың басы. Бір саяси өмір қыз-қыз қайнап жатқан кез болатын. Асар партиясы құрылып, Ақжол партиясы құрылып, жаңағы кімдер әртүрлі бір қозғалыстар пайда болып, бір қызық бір атмосфера, сондай бір ақпарат еркіндігі сезіліп, журналистер жаңағыдай 2002, 3, 4 жаңағы журналистер әртүрлі өткір сұрақтар қойып, ол кезде жаңағы марқұм Заманбек ағамыз бар, Алтынбек Сәрсенбайұлы бар, Ермұхамет Ертісбаев ол кезде жаңағы министр болып, прям журналистердің жаңағы өткір мақалалар жазып сөйтіп мен «Начнем с понедельника» деген өткір газет болған. Қазір жабылып қалды. Басшымызды ол кезде Рамазан аға қудалауға ұшыраған жағдай болды. Сөйтіп мен сол бір өте ерекше бір журналистердің ортасына тап болып, сондай бір жақсы мектептен өттім. Өзімді бірден түсіндім, мен журналистикада осы принт журнализм дейді ғой, сол принттан көрем, телевидениеға қатты қызығушылық болмады. Бірақ сол журналистикада жүріп ойланатынмын, пресс-конференцияға барған кезде неғып бізде мысалы спикерлердің бәрі орысша сөйлейді, пресс-конференцияға барып бір жағдай туралы жазайын десең, негізгі деректің барлығы дерек көз орысша. Егер сен орысша білмесең, сен қазақша ақпарат тарата алмайтынсың. Біз бір ақпарат жеткізуде біз бір тең жағдайда емес екеніміз бірден сезілетін, көрінетін. Содан осыны қалай өзгертуге болады, не істеуге болады деп біраз ойланып, біз қазақ журналистикасын жаңаша бір бастайық, жаңаша қалыптастырайық деп, осы ол кезде интернет деген енді келіп жатқан, 2000-ның бірінде ол кезде анау не жоқ, ноутбук деген әзірге шыға қойған жоқ, ол кезде компьютердің өзі бір не еді ғой, қол жетімсіз дүние болатын. Пейджерді білмеймін, сен көрдің ба, көрмедің ба? Бізде жатақханада біз пейджеріміз болатын. Жоқ, мен пейджер саған емеспін, мен бірден сотовый телефон ұстадым, ұялы телефон. Бізде ол кезде пейджер болатын, сол пейджерге қызық болатын, звондайсың, сол пейджер болды ол кезде. Сөйтіп мен бір ағылшын тілін оқи бастадым, себебі ағылшын тілінсіз мүмкіндік шектеулі екенін бірден түсіндім. Барлық кешкі уақыттың барлығы осы Алматыда қандай курс бар, соның бәріне кешке жазылып қоятынмын да, сол кешке сол курстарға баратынмын. Сөйтіп ағылшын енді өте жақсы болмады, бірақ ағылшын бір жаңағы pre-intermediate деңгейде, intermediate деңгейге жеткен кезде Біріккен ұлттар ұйымының Рехам Аль-Фара деген дүниежүзілік жас журналистерге арналған стипендиясы көріп қалдым. Сөйтіп соған тапсырдым. Ол 1 жыл өтті жаңағы стипендия іріктеу процесі. Сөйтіп мен 1 жылға дейін созылды ма? Бұл 1 жыл іріктеу процесінің өзі сонда, өйткені бұл дүние жүзінен бір 24 па сондай ғана адам іріктейді дүние жүзінен. Сөйтіп мен соның ішінен бағым жанып, соның ішінен болып, сөйтіп мен өмірімде бірінші рет Нью-Йоркке, Манхэттенға, Біріккен ұлттар ұйымының сол стажировкасына сөйтіп стипендия фellowship ұтып алдым. Қай жыл еді ол? Ой, бұл 2006 ма, 5 па,
оқу бітіргеннен кейін бұл точно мен 2005-те бітірдім. Сол бітіргеннен кейін, бірақ мен оқумен жұмыс қатар алып жүргеннен кейін қашан оқу бітіргенім, қашан гранттар алғаным шатасыватыр. Сол есімде қызық нәрсе болған. Енді ауылдан шыққан баламын ғой. Өмірімде тек пойызға ғана отырып көргем, жаңа Жезқазғанға, Алматы Жезқазған пойызына. Сол самолетқа билет алып қойған бізге. Жаңа Франкфурт арқылы ұшады екенбіз, KLM компаниясы. Содан мен деген қайдан білейін 3 сағат бұрын бару керек екен аэропортқа. Сол 15 минут қалған кезде бармаймын ба аэропортқа. Барса, орын жоқ дейді. Мен деген ойбай, қалай орын жоқ? Мен деген бұл деген программа деп түсіндіріп жатырмын ғой. Мен ары қарай Нью-Йоркке ұшуым керек. Мен қонақ үй алып қойған. Бұл жаңағы бір жарым айлық бағдарлама десем, ну еще дейді ғой маған KLM-дағылар. Ұшақ орын қалды дейді. И сендер бесеусіңдер дейді. Мен вообще миыма қалай деп қоямын, билет бар ғой қолымда дейді ғой. Енді 3 сағат бұрын келмейсің бе дейді ғой. Мен тер деген маңдайым бұрқ ете қалған ғой. Неужели сондай мүмкіндікті жіберіп алдым деп көзім жасаурап. Сөйтсем ана жерде бір апа тұр, қазақ апа. Ол апа жаңағы Америкада тұрады екен, қазақ екен. Сол Қазақстанға ұшып қонып жүр екен. Ол апада бизнес класс екен. KLM айтады, мынау апада в общем бизнес класс, жаңа карточкасы бар сондай. Бұл апа бірінші қазір 3 орынның біреуі осы апаға тиесілі болады деп. Мен ойбай апа осылай қазақтан жаңағы жалғыз нетіп отырмын, осылай да осылай деп. Апа өзі қалғысы келіп тұр осындай немерелермен. Ана жерде сөйтсем келіні, ой апашка, вы что, у вас столько вещей, анау деп жаңағы. Сөйтсе ана KLM-нің стюардессасы ғой мықты айтады, ой, вы не переживайте, сізді біз келесі рейске ауыстыра аламыз, а вот неңізді, грузыңызды как бы осылай кете береді, оны уайымдамас. Апа деген, ойбай құрсын, ана бала барсын деді да, мен жаңа итеріп прям сол кезде көзімнен жас ашып, ойбай деп, не деген мүмкіндік деп. Содан еще мен білмеймін ғой, өмірім бірінші самолетта отырмын. Бүкіл ақшам бәрі чемоданда кетіп қалған. Еще жаңағы таңғы рейс қой, таңғы рейс, қарын деген ашып жатыр жаңағы. Самолеттің ішінде отырмын. Ана қыз келеді, не ішесіз, не жейсіз деп. Ойбай, мен бағасы сұмдық шығарып, ақшам барлық чемоданда кетіп қалды. Бұған қайтып ақша төлеймін. Қарным ашып отырса да ештеңе жемеймін деп қоямын ғой. Су да ішпей. Сөйтіп жаңағы неге Франкфуртқа ма, жаңа KLM жоқ, Франкфурт емес, Голландияға дейін ұшып келдік. Сол кезде жаңағы қасымда бір жігіт болды, сол түсіндіреді да, сен жаңағы бизнес класста бәрі төленген, анау деп. Солай ма деп. Сосын келесі жаңағы шыққан кезде, Нью-Йоркқа шыққан кезде бүкіл несін қолданып тұрып, бүкіл тамағын алып, сөйтіп естен кетпес бизнес класспен өмірімде бір сөйтіп Нью-Йоркқа барып, кейін ол апамен қайтар жолда тағы бір Американың бір қаласында кездесіп қалған, бір қызық болған. Подкаст көңіліңнен шықты ма? Find Your Bee ұсынатын барлық эпизодты Facebook, Instagram, Spotify, ВКонтакте әлеуметтік желілері мен YouTube, Telegram, Яндекс.Мюзик арналарынан таба аласың. Жаңа шығарылымдар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл. Толығырақ ақпаратты findyourbee.com сайтынан таба аласың. Айтпағым сол Нью-Йоркта не болды? Нью-Йоркта 1 ай оқыдық, жаңа fellowship, бірінші авеню, жаңағы біріккен ұлттар ұйымы, Манхэттенде тұрдық біз. Ол стипендияға біз Қазақстаннан менен кейін тағы бір кісі отқан екен. Негізі жыл сайын болады, егер естіп отқан осы жас журналистер болса, кеңес берем. Леха Марфар атындағы жас журналистерге арналған fellowship деп аталады. Сөйтіп бізді сол fellowship аясында бірнеше университетке апарды, соның бірі Колумбия болды. Колумбияның journalism school'ында мен бірінші рет сол блог деген нәрсені көрдім. Сөйтіп сол блогпен ауыра бастадым. Өйткені бұл менің сұрағыма жауап болды. Қазақ журналистерін қалай алып шығамыз, онлайн журналистиканы қалай дамытамыз деген кезде осы қазақ журналистеріне осы блогты үйрету арқылы онлайн журналистиканы дамытайын деген ой болды. Содан жаңағы блогты үйреттім, көрсетті. Менің алғашқы ол кезде Google'дың Blogspot деген блог платформасы болатын, қазір бар шығар. Сосын Live Journal деген платформа болатын. Сөйтіп мен өзімнің алғашқы блог жазбамды Манхэттенде отырып, сол Blogspot'та жазғам. Ол жазбам әлі күнге дейін өрімтал WordPress блогымда тұр. Қазақша әріптермен жазуға болатын, сол кезде түсіндім, өйткені ол кезде үлкен проблема болатын. Windows қазақ қаріптерін оқымайтын. Қазір ол енді адамның миына түсіну, қабылдау қиын болатын шығар кейбіреулерге. Бірақ ол кезде Windows-ның шрифттары
қазақша әріптерді оқымайтын Microsoft Office Package қазақша әріптер мына қ ғ оң өлер төртбұрышты кішкентай квадратик болатын пустой. Ол кезде ана флоппи дискпен жүретінбіз бәріміз, ана 3/5 сол флоппи дисктер ашылмай, бір жерден Word файл алып келсең екінші компьютер ашпай, қазақша әріптер оқылмай, сөйтіп қиналатынбыз. И бүкіл жаңағы платформаларда қазақ әріптері болмайтын. Бірақ сөйтсек Google'да жаңағы блогспотта ол болды. Сөйтіп біз Қазақстанға мен келгеннен кейін таныстарым, әріптестеріме осы блогты үйрете бастадым. Ол кезде тегін Wi-Fi тек Алматыда, Фурманов пенен Әл-Фарабиде, Рамстор магазинінің ішінде Баскин Робинс балмұздақ сататын жер болатын, каток бар. Сол катоктың қасында ғана тегін Wi-Fi болатын. Сөйтіп мен жаңағы ноутбугі бар достарым шақырып, сол жаңа тегін Wi-Fi-ды қолданып, сол жерде алғаш рет осы блог ашуды үйрете бастадық. Осы жерде бір анықтама беріп кетсем, яғни сіз сол Америкаға барып келгенге дейін Қазақстанда жалпы блог платформада жазатын журналистер болған емес, е? Қазақстанда орыс тілінде ол кезде өте жақсы дамып жатты. Live Journal. Сосын қазақ тілінде блогтар болды. Ол блогты көбіне бізде аспаздық блогын жүргізіп жүрген бір қыз болды, Эльвира деген. Эльмира ол әлі де бар. Осында өте танымал блогы болды. Сосын Моңғолияда тұратын қазақ бауырларымыз сол кезде massаған.com деген өте жақсы сайт бастаған. Сол кезде Мәссаған қазақ жастардың, шығармашылық жастардың жалғыз өте танымал алаңы болатын. Мәссаған.комның ішінде форум болатын, ол кезде форумда танымал болатын. Бірақ блогты қазақ тілінде кәсіби тұрғыда жүргізу тенденциясы ол кезде сол болған жоқ. Содан біз сол блогты тренингтер өткізіп, блогерларды RSS фидті үйретіп, бір-бірімізге подписка жасап, сөйтіп біз бір блогшылардың комьюнитиін қалыптастырдық. Оған қалыптастыруға сол блог кэмп қазақ тіліндегі алғашқы ұйымдастырған блог құрылтай өте көп көмектесті. Блог құрылтайдың құрылуына өтуіне сіз себеп болдыңыз, е? Бастамасын. Блог құрылтай жалпы форматы біз сол блогтың айналасында жүрген кезде сол орыс тіліндегі блогерлармен бәрімен араласатынбыз. Сөйтіп біз әртүрлі баркэмптерға қатыстық. Европада өтетін баркэмптер, әртүрлі баркэмптерға қатысып көрдік. Сосын соны қатысып көзбен көргеннен кейін, сосын сол форматты өзімізге алып келіп, алғашқы сол блог кэмпті ұйымдастыруға бізге Кимеп, Фредерик Эмрик деген оқытушы өте көп көмектесті. Әлі де Фредерик сонда жұмыс істейді. Одан кейін блог кэмптің ұстанымы бар, яғни ол жерде саяси, діни, тағы сондай нәрселер қолдау айтылмайды, лозунгтар, идеология. И әрбір адам ұйымдастырушы болу керек деген. Ол кезде тағы бір бізде идея болды. Не себепті біз кэмп деген сөздің орнына құрылтай деген сөзді қойдық десек, бізде дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар. Сол қауымдастық жыл сайын өзінің құрылтайын өткізеді. Ол құрылтайға үлкен кісілер өздері қатысады. Ал жастар, мысалы, біз қатыса алмайтынбыз. Ал менің арманым болатын, өзім сияқты, бірақ шетелде өскен құрдастарыммен араласқым келетін. Мысалы, олар да қазақ, бірақ олар біреу Түркияда туған, біреу Ұлыбританияда туған, біреу Моңғолияда тұрады деген сияқты. Содан менің арманым соларды, сол қазақтың жастарын шетелде тұратын сол блог құрылтай аясында соларды шақырып тұру деген идея болатын. Сол осы идея менің қазір саясатта жүрген үлкен ағамыздың біріне құлағына жетіп, сол ағамыз хабарласқанда сол ағаға мен пропозалды жібердім. Сөйтіп ол кісі айтты, біз көмектескіміз келеді, бірақ біз айттық, ренжімеңіз, біз ешқандай бұл саяси не болмайды. Егер көмектесем десеңіздер, онда бізге сол шетелде тұратын, қатысқысы келетін қазақ балаларды осында алып келуге, солардың билетін, визасын, соны өз мойындарыңызға алыңыздар. В общем, біз араласпаймыз. Прям көмектесем десеңіздер деп. И олар кісілер өз сөзінде тұрып бізге сол кезде Түркиядан қазақ балаларды алып келуге көмектесті. Одан кейін Ұлыбританиядан, Үндістаннан, Жапониядан, Моңғолиядан, Қытайдан. Қытайдағылар визаға байланысты келе алмай қалды, бірақ бұл өте үлкен көмек болды. Бұл алғаш шынымен
дүние жүзіндегі осы жаңа медианың басы қасында жүрген қазақ жастарының шынымен құрылтайы болды сондай. Ол кездегі идея, біз мейлі әртүрлі мемлекетте өмір сүрейік, біздің қолданатын шрифттеріміз әртүрлі болсын, бірақ біз бәріміз мейлі біз қазақша жақсы сөйлесе алмайық, бірақ біз осы қазақ жастарына пайдалы контент жасай аламыз, медиа проект жасай аламыз, соны жасайық деген бір-бірімізді жасап сондай ой болды. Бұл жылы қазақ тіліндегі жаңағы журналистиканы көтеруге, медианы дамытуға көмектесу болатын. Сөйтіп бізде жаңағы Батыр деген жігіт, ол әлі де осы Қазақстандағы медиалармен, Батыр Хамзалы Түркияда тұрады. Саттар деген жігіт болды, ол қазір Ұлыбританияда. Одан кейін сол Моңғолиядан балалар болды бізде. Сөйтіп біз осы блог құрылтайды әдейі Наурызға ұйымдастырдық. Наурыз тек қана киіз үйде қымыз ішіп, наурыз көже ішетін бір мереке емес. Наурыз бұл қазақ жастарының жан-жақтағы бас қосатын, жаңа бір медиа жоба бастауға түрткі болатын, бір жаңа бастамаға себеп болатын сондай бір күн болсын осы блог құрылтай деп. Сондай және мақсат болды блог құрылтайды бір қалаға байламау. Блог құрылтай көшпелі болу керек, яғни ол бірінші рет Алматыда өткіздік, екінші жылы Астанада өткізілді деген сияқты. Әр өңірде болсын, яғни біреу монополиялап алмау керек деген. Бірақ енді өкінішке қарай кейін бұл монополияның кеткен сияқты, өйткені ұйымдастыру жұмыстарына ішкі саясат, кейбір облыстарда ішкі саясат қолдау білдірді. Ішкі саясат қолдау білдіргеннен кейін олар өздерінің аджендасы болады. Әрбір жаңағы сөйтіп сол аджендалар араласқаннан кейін жаңағы негізгі тұжырым, негізгі концепциядан біраз ауытқып кетті де бірте-бірте блог құрылтай біз ойлаған әу бастағы негізгі миссиясынан сәл өзгерді. Бірақ ол өз дегенін орындады деп ойлаймын. Блог құрылтайдың аясында өте танымал блогшылардың шоғыры қалыптасты. Қазіргі жаңа медианың басы қасында жүргендердің көпшілігі білет сол блог құрылтайды. Керек-инфо пайда болды. Ол кезде бірінші рет ол Давай KZ деген атпен Аршат жасаған. Аршат Ораз Астана қаласында тұратын Нұрсұлтанда қазір. Одан Киностан жобасы пайда болды. Өте көп жаңағы жекелеген блогерлардың әрі қарай ортасын табуына, қызығушылығын табуына көмектесті. Өркен Кенжебек бізде қазір танымал блогшы. Ол да осы блог құрылтайдың ішінде жүрген азаматтардың бірі болды. Өркен бізде сол алғашқы тренингтеріміздің қатысушысы болды. Кейін осы блогты насихаттау арқылы негізгі мақсат бәрін блогшы қылу емес болатын. Ол осы қазақ журналистикасын жаңаша бір бағытта дамытатын, жаңаша қалыптастыруға себеп болатын бір комьюнити қалыптастыру болатын. Негізі мен ойымша белгілі бір деңгейде сол Мінбер журналистерді қолдау орталығы бар, Есенгүл апай бар, бірнеше өткізген тренингтар бар Қазақстанда. Соның барлығы белгілі бір деңгейде көмектесе алды деп ойлаймын. Енді мына жерде сіз жаңағы блогтан кейін бағанағы мен сіз айтып отырған Мінбер журналистерді қолдау орталығы туралы да көп естігенім бар. Біраз дүние атқарып жатсыз, сол туралы бір кішігірім ақпарат беріп өтсеңіз. Мінберді құруда ол ойда болғаны сол журналист болып жұмыс істеп жүрген кезде біз көрдік, айттым, тренингтің бәрі орысша өтетін. Журналистердің біліктілігін арттыруға арналған шараның барлығы орыс тілінде болатын, сол қынжылтатын. Неге бұның барлығы орысша, неге қоғамдық ұйымдардың барлығы орысша деп, содан өзіміз бір қоғамдық қор құру туралы менің ойымда жүретін. Сөйтсем Есенгүл апайдың да кәп қызы, ол кезде Есенгүл апай BBC-дің қазақ қызметінде жұмыс істеген тәжірибесі болды. Алғаш ашылған қазақ тілінде бізде тұмар емес, тайбурыл емес, аты есіме түспей тұр, бір жақсы бір сайт болған. Бұл алғаш қазақ тіліндегі бір сондай қоғамдық саяси бағытта ашылған қазақша сайттардың бірі болатын. Сол кезде жұмыс істеген тәжірибесі болды. Одан Азаттықта жұмыс істеген тәжірибесі болды. Содан Есенгүл апайға идеямызды айтып, екеуміздің көзқарасымыз бір жерден шыққаннан кейін, сол Мінбер деген қорды тіркеп, содан сол қорды тіркегеннен кейін біз алғашқы осы журналистерге мақсатымыз тренингтер ұйымдастыру деген болды екеумізде де. Сөйтіп біз алғашқы дөңгелек үстел ұйымдастырудан бастадық Мінберді.
алғашқы дөңгелек үстел ұйымдастырдық. Содан бірте осы жаңа медиа туралы жаңа медиа құралдарын таныстыру, блог бойынша тренингтарды осы мінбердің аясында ұйымдастырдық. Оған өте көп журналистер қатысты. Қазақстанның өңірінің ішінде, Қазақстанның әрбір өңірінде осы мінбердің тренингіне қатысқан адам бар деп есептеймін. Есенгүл апаймен сол мінбер әлі күнге дейін бар. Мен сол мінбердің қорында жаңа медиа және дата журналистика деген бағытына жетекшілік етемін. Ал Есенгүл апай қазір осы 1-2 жыл болды, енді мінбер KZ деген бөлек ақпараттық агенттік құрды. Енді мінбер жаңағы қордан бөлек өз алдына ақпараттық агенттік ретінде өз алдына бір сондай функция алып жатыр. Оны сол Есенгүл апай қазір өз алдына бөлек жақсы жүргізіп келе жатыр. Қазақша сол кезде тілші жаңағы қоғамдық қор Асқар өзінің қорын құрды. Ол да өте жақсы өмір сүріп жатыр. Жалпы біз түсінгеніміз қазақ журналистикасын көтертудің бір жолы ол осындай азаматтық бастамалар, қоғамдық ұйымдар, алаңдар көбеюі қажет. Өйтпейінше жаңағы бір жақты даму ол сапалық тұрғыдан дамуға әкеле қоймайтыны белгілі болды. Біз оны орыс тіліндегі медиа ұйымдардың Қазақстандағы жұмыс тәсілін байқап көрдік. Содан біз өзіміздің ол кездегі ұлттық сипаттағы, ұлттық азаматтық сипаттағы көзқарастарымыз бар ғой. Ол бізде тіл мәселесі бар, дін мәселесі бар. Сол позицияларда орыс тіліндегі қоғамдық ұйымдар бұл туралы көп айтпайтын. Оралмандар мәселесін деген сияқты. Соны көтеретін, бастамашыл болатын қоғамдық ұйымдар қажет екені түсінікті болды. Сөйтіп мінбер осы жетпей тұрған сол қазақ журналистеріне қазақ тілінде тренинг ұйымдастыру деген бағытты өз мойнына алып, сөйтіп біз әлі күнге дейін осы мінбердің аясында қазақ журналистеріне арнап сол тренингтер өткізіп жатырмыз. Негізі әлі күнге дейін осы жалғыз ғана қор ғой, жалпы осындай ірі тренингтер өңірде жалпы Қазақстан бойынша өткізетін қазақ журналистеріне арналған. Жалғыз деп айтпас едім, себебі қазір өте жақсы жұмыс істеп жатқан Назия әріптесіміздің Жоймергенқызы түркітілдес журналистер деген ұйымы бар. Ол да өте жақсы ұйымдастырып жатыр. Одан кейін қазақ тілінде қазір орыс тіліндегі ұйымдар да түсінді. Олар да қазір қазақ тіліндегі бір бөлім сияқты ашып, қазақ тілінде олар да тренинг ұйымдастыруды мойнына алып жатыр. Бір жылдары Әйгерім Ағылтаев әріптесіміздің IQ арна деген осы қоры құрылған. Ол да бірнеше өңірде тренинг өткізді. Негізі бірді екілі бар деп ойлаймын. Мінбер құдайға шүкір жалғыз емес, бірақ бұл салада келісем сенімен, біз жұмысымыз әлі де ондай бір қарқынды емес өкінішке қарай. Қазақ журналистерінің құқықтық, ақпараттық тағы басқа дағдыларын дамытуға бағытталған қоғамдық ұйымдардың жұмысы қоғамда ондай бір қарқынды көрініп жатқан жоқ. Ол жағы рас. Ал оған себеп қандай деп ойлайсыз? Жалпы енді қандай болған кезде сіз енді практикада көріп жүрсіз ғой. Оның себебі неде? Сен күшті сұрақ қойдың деймін, Зарина. Өйткені бұл мені қатты ойландыратын. Басында мен бұның себебі халықаралық ұйымдардың дені негізгі жұмыс тілін орыс тілінде жүзеге асырады. Грант беретін азаматтық қоғамның тілі орыс тілі Қазақстанда. Сол үшін қазақ тіліндегі бір қоғамдық ұйымдар тіркелсе де, жұмыс істесе де, олардың жұмысы көрінбей жатады деп ойлайтынмын. Сөйтіп мәселе әрірек тереңде, халықаралық ұйымдар грант берген кезде, белгілі бір концепция, тұжырым жасаған кезде, олар бір зерттеулерге сүйенеді. Ол зерттеулер жазылу керек, бір ғылыми мақалалар жазылу керек. Сөйтсек, ол ғылыми мақаланың барлығын кім жазады? Қазақтар емес, оны кеп шетелдіктер жазып кетеді. Қазақстанға келеді шетелдіктер, 4-5 күн болады, бір апта болады, немесе бір 3 ай болады. Сосын Қазақстандағы жағдай туралы бір ғылыми бір мақалалар жазады. Сол ғылыми мақалалар негізінде халықаралық ұйымдардағы стратегия жасайтын, концепция жасайтын адамдар, олар соларға сүйенеді. Survey бар, тағы бар. Сонда түптеп келгенде негізгі базис жалпы Қазақстанды тану көзқарасы ол негізінен орыс тілінде жүзеге асқан. Яғни біздің Қазақстанды танып түсіну
негізгі инструменталды тілі ол барлық ғылыми орта үшін орыс тілі болып келген. Өйткені біз қазақ тілінде қазақша немесе қазақ тілін білетін ағылшын тілді ғалымдардың аздығы Қазақстандағы қазақ тілді ортадағы ситуацияны сол кездегі жеткізіп көрсетіп отырмады ғылыми тұрғыдан. Мысалы біз осы өткен жылы Қазақстандағы медиа сауат бойынша зерттеуді бастадық. Зерттеуді Интерньюз Қазақстан ұйымы тапсырыс берді. Содан 1000 адам іріктеліп алынды Қазақстанда. Бұл әлеуметтік зерттеу болды. Өзі сондай ғылыми салада бар. Және sample size 1000 адам болды. Сон байқағанымыз, оның бір 40% билингвалды болып шықты. Яғни қазақ тілінде де ақпаратты орыс тілінде де тең тұтынатын аудитория бар екен. Және бізде бірте-бірте тек қана бір тілде ғана тек қана қазақ тілінде ғана ақпарат тұтынатын аудитория қалыптасып келе жатыр екен. Ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ, егер сіз ғылыми зерттеу жасайтын болсаңыз, яғни бұл сигнал деген сөз. Сізде тек қана қазақша тұтынатын аудитория бар, яғни сіз оны игнор жасай алмайсыз. Получается, ғалым адам болсаңыз, сіз қазақ тілін білуіңіз қажет. Не себепті шетелдіктер Қазақстанға келген кезде біз таңғалып жатамыз, ойбай, қазақ тілін үйреніп алыпты, бірнәрсе. Ол ғалым адам, ол көз ашық адам түсінеді. Яғни мен ғылыми объектімді ұғып түсіну үшін, мен сол ғылыми объектімнің тілін, жалпы менталитетін ұғу үшін сол тілді білуім керек дейді. Ол сол тілді қазақ тілін үйренуге талпына тырысады. Дұрыс, қатесіз зерттеу, өзінің ғылыми сауалына жауап тапқанына көз жеткізу үшін. Ол кезде мысалы Савойшина деген апайымыз болатын. Ол деген масқара, мен прям таң қалатын. Зейнеткерлердің құқығын қорғаған кезде, сол кездің өзінде зейнеткерлердің құқығын қорғап, сөйтіп күшін етіп жүретін да. Бізде ондай бір Қазақстандағы бір белгілі бір әлсіз топтың құқығын қорғайтын қазақ тілінде ондай бір белсенді бір саяси сауатты сондай адамдарды аз көретінмін азаматтық ортадан. Осы жайт алаңдатқаннан кейін мен түсінгенім, менде академиялық білім жетіспейтіндігін ұқтым. Яғни менде осы істеп жатқан салам бойынша, блог болсын, жаңа медиа, журналистика, осы әртүрлі ортадағы өзімнің филологиялық білімім бар қазақ тілі әдебиеті бойынша. Тренинг өткізем, менде белгілі бір деңгейде базис, яғни ғылыми бір негіз жетіспейтінін ұққаннан кейін барып, Америкаға оқуға, магистратураға шешім қабылдадым. Сөйтіп, осы Маски деген бағдарлама болған. Америка үкіметі қаржыландырады. Шетелдік тек Қазақстанға ғана емес, дүние жүзінде. Неге болашақпен бармадым десең, ол кезде болашаққа тапсыруға тырыстым. Бірақ ол кездегі болашақтың бір несі, қызық ережесі болды. Сіздің оқыған мамандығыңыз қазақ тілі әдебиеті болатын болса, сіз журналистика мен магистратура оқи алмайсыз деген. Ол кезде шектеу болды. Ол қазір ғой, кейін ол өзгерістер болды. Бірақ біздің кезде ондай мүмкіндік болмады. Сөйтіп мен сол амалын тауып, сол Маски бағдарламасына тапсырып, ол да бір қиын бір не екен, емтихан өте көп, бәлем 1000 адам қатысады, сондай нәрсе. Сонымен жолым болып, сөйтіп мен сен білетін Вайоминг штатының Ларами қаласына топ ете түстім. Енді осы жерде сіз Маскиден қалай өткеніңіз туралы айтып берсеңіз, өйткені ол ең керемет деген студенттер таңдайтын бағдарлама ғой. Содан сіз қалай өттіңіз? Мен негізі шындап келгенде ол Маскидің сондай бір өте престиж екені шын айтқанда қатты білген жоқпын ол кезде. Мен тек Америкаға түсуге қандай мүмкіндіктер барды қараған кезде, журналистика бойынша осы Маски алдымнан шықты да, сол Маскиға тапсырдым. Сөйтсем Маски бұл өте бір Маскиға өткен кезде олар ағылшын тіліне емес, жалпы адамның қоғамдық ортадағы өзінің маңызы бар екенін, social experience бар екенін ұғатын, соған өте қатты мән береді екен. Қазір мен бәріне айтатын кеңесім де сол, егер сіз шетелдік, әсіресе Американың оқу орнына тапсыратын болсаңыз, көпшілігі бірінші орынға ағылшын қойып жатады, ол қате түсінік. Ағылшын тілі сізден асқан балалар өте көп, және ағылшын тілін адам оқып жүріп дамытады негізі. Бірақ олар бірінші кезекте, әрине ағылшын тілі маңызды сөзсіз, бірақ бірінші кезекте сіздің ғылыми қызығушылығыңыз
негіздейтін дүниелер маңыздырақ. Яғни сіз не үшін осы салаға қызығып отырсыз? Ол қызығушылығыңызды бар екенін немен сіз дәлелдеп көрсете аласыз? Және сізге біздің бұл ғылыми қызығушылығыңызға бар екен негіздейтін ұсыныс айтатын кім бар? Ол қандай адамдар? Деген нәрсе маңызды. Себебі кейін мен енді жаңағы оқу орнында жүрген кезде де ұқтым, шетелдік оқу орнынан Америкада таңдауды профессорлар өздері жасайды. Сосын барып олар сіз жаман болғандықтан немесе сіздің бір деңгейіңіз бір төмен болғандықтан қабылдамайды. Олар сізді қабылдамаудың бір себебі, біз сізге көмектесе алмаймыз, менен гөрі сізге көмектесетін адам басқа жақта деген түсінікпенен олар қабылдамайды екен. Мен маскеға тапсырған кезде мотивация жаңағы хатым бар, резюмем бар, соның бәрін қараған кезде ол маған көмектесе алатын мүмкіндігі бар профессордың қолына түскен екен де. Ол Майкл Браун деген профессор болды Уайоминг университетінен. Сөйтіп ол кісі айтты, бұл баланың сұрап отқан жаңағы мамандықтарына жаңағы ғылыми зерттеу тәсілдері керек болды маған, біз көмектесе аламыз деген ойменен қабылдайды екен. Сондықтан шетелге оқуға тапсыратын, әсіресе Америкаға, әсіресе медиа саласына болса, онда өзіңіздің жаңағы ғылыми қызығушылығыңызды осы бастан негіздеп, сіз магистрға түспей тұрып та қазір не істей аласыз, сол жұмыстарды бастай берген жақсы. Күні мен Америкаға барған кезде қолымда қазақ тілінде шығатын 500-ден астам блогтың датасы тұрды қолымда. Мен бірақ сол датаны қалай анализ жасауды түсінбедім. Содан жаңағы магистрда оқыған кезде бұл маған бірден көмек болды. Мен уже бірден тақырыбым түсінікті болды. Мектепте физика, математика, тереңдік мектепте оқығаннан кейін менде жаңағы quantitative дейді, жаңағы сандық статистикалық тұрғыдан анализ жасау менде бейім оңайырақ болды, қызығушылық жоғары болды. Сөйтіп мен бірден жаңағы зерттеу тақырыбым да, қызығушылығым барлығы үндесіп бірге үйлесіп тұрды. Ал Маски айтады, біз сізге ақшаңызды береміз, стипендия береді, жаңағы жол шығынын төлейді, бірақ бір ғана талап қояды. 2 жылдың ішінде өзің тұратын жерге бір қоғамдық бір қызмет жасауың керек. 40 сағаттық бір қоғамдық бір қызмет жасайсың деп. Біз басында түсінбей, ол немене, біз жұмысқа салып қояма бұла. Сөйтсек, бұл жаңағы сол енді бұл түптеп келгенде америкалық салық төлеушілердің ақшасы ғой. Америка үкіметі беріп отқан. Сондықтан енді бір былай қарасаң, адами тұрғыдан енді сен де енді оларға бір борыштарсың ғой. Олар жаңағы салық төлеушілер салығын төледі. Енді сен бір шетелден келген адам ретінде волонтерлық бір қызмет көрсетуің қажет. Ол әртүрлі болуы мүмкін, өзің таңдайсың. Біреулер мысалы жаңағы сен жай қоқыс жинайсың ба, немесе әртүрлі волонтерлық, ол жаңағы ақысыз волонтерлық болу керек. Содан мен ойланып, енді мен не істеймін деп, сөйтсем, біз тұратын қалада, Ларами деген қалада қарттар орталығы бар екен, Epson Center for Seniors. Қарттар үйі емес, бұл қарттар орталығы. Сол қарттар орталығына барып, мен айттым, осылай мен қарттарға осындай жаңа медианы үйреткім келеді. Блогты, подкаст деген нәрсе үйреткім келеді деп едім. Сөйтсем, ол жақтан да білмейді екен, ол не екенін. Ой, sounds great, interesting деп та. Содан олар жаңағы хабарландыру берді телеканалға, жергілікті телеканалға. Сосын маған кабинет берді, компьютер берді. Содан ертесіне менің кабинетіме 70-тен асқан, 80-нен асқан, итін құшақтаған Американың кемпір-шалдары келе бастады ғой. Сөйтіп менің студенттерім олар болды, әлі күнге дейін біраз қайтыс болып кетті. Біраз мен араласамыз әлі де. 70-80-дегі қарт америкалықтарға сөйтіп мен осы блог ашуды үйреттім, жаңағы компьютермен жаңағы жазуды, Excel үйреткен кезім болды. Әр күнге сол көмектестім, және оған өкінбеймін, бұл өте қызық сәт болды, себебі қарт америкалықтармен араласу арқылы жалпы Американың менталитетін түсіну оңайырақ болды. Жалпы олардың жаңағы әңгімесі, қай елде болмасын, қарт адам ол шежіре. Қарт адам шежіре, және қарт адамдардың сөйлеуі сауатты, олар қанша дегенмен тәжірибесі көп. Мені басында жапон деп ойлайтын. Енді түсінікті ғой, енді технология, еще азиатский түр, шашым қап-қара.
Иә. соның басында жапон деп ойлап мен Қазақстанның туын жапсырып қойып кабинетіме, содан кейін Қазақстан екенін ұмытпастай болды ғой. Жобамыздың әрі қарай өркендеуіне үлес қосуға ниетті болсаң, бізді patreon.com/findyoubi сайтында қолдауға шақырамыз. 2017 жылдан бері подкасттарымыз арқылы біз мыңдаған мүдделес тыңдармандармен бірге нағыз батырдың жолын іздеп келеміз. Ол еркін, шыншыл, әрі кемеліне жеткен батырдың жолы. Бізді қолдау, өзіңнің және замандастарыңның сапалы әрі құнды контент тұтынуына үлесіңді тигізу екенін ұмытпа. Сондай-ақ, FindYoubi жобасында патрон болған жағдайда арнайы эксклюзивті материалдарға қол жеткізіп, басқа да артықшылықтарға ие боласың. Толығырақ ақпаратты patreon.com/findyoubi сілтемесіне өтіп ал. Сол қарт адамдар өте көп нәрсе түсіндім, өйткені Америкада сол қарт адамдардың жастарды қолдауы өте мықты. Солар жаңағы азаматтық рух беретін негізі сол біз тұрған қалада енді мен байқағаным сол қарттар екен. Олар жаңағы жастарды емтихан болатын болса сорпасын, печеньесін пісіріп, жаңағы кампустың алдында живой коридор жасап күтіп тұрады. Балам, жаңағы жақсылап тапсыр, ыстық сорпаң дайын тұр, сен бізге керексің, қорықпа, қанша алсаң да деп өздері де қалыспайды, сол қолдап. Өйткені Америкада көбісі сондай шағын қалада туады, сосын бітіреді де үлкен қалаға кетеді. Сосын қартайғанда қайтадан жаңағындай шағын қалаға келіп тұрады да, сосын жаңағы жастарға көмектеседі. Олар енді біз сияқты бейді көп жаңағы отбасылы болып тұрмайды ғой, бір-екеуден өздері тұрады, сонда солай көмектеседі екен. Сол өте үлкен бір экспириенс болды. Ал ғылыми жетекшім, сенің де ғылыми жетекшің болды, Майкл Браун. Сол Америкада оқып жүрген кезде бір ой болды. Өзімнен кейін бір жақсы бір нәрсе қалдырып кеткім келді. Өзімнен кейін мысалы бір нәрсе, мен осы нәрсені көрдім. Жаңағы 2 жыл бойы Америкадағы осы білімді, енді Американың жаңағы кітапханасын мен сағаттап айтсам айта аламын. Ол жерде кітапханалары деген қандай екен. Менен маған дейін де тыл адам айтқан шығар, естіген шығар. Енді Американ кітапханасы деген енді білмеймін, енді шықпастай кітапхана, ол сондай игілікті басқаларда көрсе деген ой болды. Содан Америкаға кетпес бұрын сол Аль-Фараби университетінде мен журналистика факультетінде сабақ беріп жүргем. Сол жерде. Иә, мен сізді сол кезден танимын ғой. Сен менің алғашқы студенттердің бірі болдыңдар, иә. Содан мен сол көрген қызықты, сендер де менен кейінгілерде көрсін деп қатты ойландым, не істей аламын енді деп. Содан Казгуда Қарлыға Мысаева апайымыз бар, білесің. Сол Қарлыға апайға айттым, давайте 2 оқу орын арасында студенттердің арасындағы жаңағы алысатын сондай ұйымдастырайық. Қазақ балалар да келіп тұрсын, мүмкіндік алсын, кітапхана бар, не бар деп. Содан сол жақта жүгіріп жүріп, 2 университеттің арасында меморандум жасадық, түсіністік жөніндегі қол қойдық. Ол да оңай болған жоқ. Қазақстаннан Қарлыға апай өте көп көмектесті. Мен өзім сол Вайомингте жүргеннен кейін, сол Вайомингтің ішінде жүгіріп жүріп, анаумен мынаумен бәрімен сол көндіріп, содан жаңағы құжатқа қол қойдырдық. Ол құжат бізге қандай мүмкіндік берді? Кейін Аль-Фараби университетінің журналистика мамандығының жаңағы студенттеріне, магистранттарына сол Вайоминг университетінде ғылыми тағылымнан өтуге, жатақханада жаңағыдай тұруға, кітапхананы шексіз қолдануға, сондай мүмкіндіктер берілді. Бұл сол негізгі менің кеңесім сол, егер мені қазір тыңдап отқан шетелде оқып жүрген бауырларымыз болса, мүмкіндігінше сондай байланысты орнатуға тырысқан жақсы. Оқу орындарында International Department болады, барып танысып, солармен бірінші достасып, жаңағы байланыстың жөн-жорын бәрін біліп, университеттің өзінің жаңағы миссиясы болды, жаңағы әр университеттің оны оқып болып, соның оқығаннан кейін сол негіздеп қалайша бұл көмектеседі, бұл байланыс деп сөйтіп жаңа меморандумдар жасасса, сондай ынтымақтастықтың орнатуына көмектессе өте жақсы болар еді. Себебі біз бұл көпірлер орнату, өзіңіз оқып болсаңыз да, өзіңізден кейінгі балалардың келіп кетуіне сондай бір жағдай жасауға тырысқан өте жақсы деп ойлаймын. Сондықтан бір құлақ қағыс, егер шетелде жүрген бауырларымыз болса, егер көмек қажет десе, бір консультация керек болса, кейін маған хабарласса болады, мен өз тәжірибемді мүмкін толығырақ айта аламын.
біздің тыңдармандарымыз естіп жатқан шығар, көбісі шетелде оқиды, шетелде жұмыс істейді. Иә, ол бір жақсы бір игі бастама болар еді. Иә, біз бір оқиға есіме түсіп отыр, Зарина. Біз оқып жүрген кезде не болды? Енді Борат түсінікті, иә, ол нәрсе онсыз да айтылатын ол кезде бізде. Сосын бір-екі бауырымыз бір үлкен бір терактпен байланысты аттары шығып, Нью-Йорк Таймстың бірінші бетінде қайта шыққан. Сөйтіп біз Қазақстан туралы жалпы ақпарат өте шектеулі болатын ол кезде. Шектеулі дегеннен ғылыми ортада. Содан мен кітапханамызға барып, жаңағы Қазақстан деген бөлімге барсам, бізде мүлдем ақпарат аз екен. Содан Қазақстаннан медиатекаға шыққан киноларды алдырттым. Ағылшын тілінде шыққан бізде өте жақсы кинолар бар екен. Кітаптарды алдырттым. Сөйтіп жаңағы университеттің кітапханасына қалдырған. Егер жаңағы тыңдап отқан балалар болса, сіздер де солай істей аласыздар. Оған біреуден рұқсат сұрап, бір әкімдік қажет емес. Өзің барасың, Қазақстаннан жаңағындай ағылшын тіліндегі жақсы ғылыми болсын, медиа, видео бар, кітаптар бар алып, сол өзің оқитын университеттің кітапханасына, стеллажына барып қоясың. Бұл титтей де болса да, әйтеуір Қазақстанды дұрыс бағытта тануға, ғылыми ортаның тануына көмектеседі. Сосын әрине жаңағы presence, make yourself presence дейміз, ғылыми конференцияға қатысу, Иә, дұрыс айтасыз. Мен де мынау Страсбургте оқып жүрген кезде маған профессорым ағылшын тілінде, болмаса француз тілінде, осы қазақтардың салт дәстүріне қатысты қандай да кітаптар болса, соны біздің осы орталыққа алып келсең, берсең деп, содан мен Қазақстанға келген кезде толтырып, Алматы кітап бар, жаңағы Атамұра бар, барлығының ішінен іздеп жүріп, ағылшын тілінде, соның ішінде әрең дегенде жүріп, ағылшын тілінде біздің ұлттық салт дәстүр, сондай бір тарихи, сондай бір кітаптарды тауып, бір 5-6 кітапты апарып сонда қойғаным есімде. Молодец. Содан жаңағы профессорым мәз болып, рахмет айтып, енді ол кезде ол менен сұрады. Ал мен өзімнің ойыма өйтіп алып келіп, жаңағы беру ойыма кірмепті. Әсіресе ол ғылыми ортада жүргендерге қажет екен да. Өйткені өзіміз жаңағы тезис жазған кезде, магистратура білесің, иә, көп quotation жасайсың, сол кезде әдебиет шектеулі болады. Ал жаңағындай public library-лар бар, қоғам жаңағы әр қаланың, ауданның кітапханалары бар Америкада, шетелде. Сол жерде жаңағы тұрса, сондай кітаптар, онда бір ғылыми адам, әйтеуір біреуі оригинал кітапты қолына ұстап, соны қарап, өздері зерттеп жатса, ол да бір Қазақстанды жаңағы дұрыс тануға, яғни бізді дұрыс тануға, қазақ тілді ортаның бар екендігіне соған септесетін шығар деп ойлаймын. Иә, мен де сол 2016 жылы алғаш рет Америкаға, сіз оқыған Вайоминг университетіне барған кезде біздің Қазақстанның туын көріп, сол мәз болып, кейін соны сіз орнатқаныңызды сіз өзіңіз айтқансыз, мен екен суретке салған кезде, мынаны мен кезінде беріп едім деп. Иә, ол тудың да жыры болған. Барсақ біздің туымыз жоқ. Бүкіл international студентте бүкіл елдің, енді бүкіл дегенде біраз елдің туы тұр да, біздің туымыз жоқ. Мен аттан салам ғой, қайда анау? Мен жүрмін Қазақстанда, мен туым қайда? Енді сіз Қазақстан, мен бізде не жоқ? Өзі аз ғана, өзі 2-ақ студентсіңдер Қазақстаннан келген. Мен адам емеспіз, біз сонда 2 студент болсақ деп. Бізде енді мына жерде шынағандай неғұрлым жаңағы кем дегенде 5-6 студент бар, елдердің нелері ілінген, бізде орын саны шектеулі, ана жерде анау. Мен айтамын, мен не істейін ана жерде? Қазақтың туы ілініп тұру үшін мен не істеуім керек деймін ғой, сосын төтесін сұрақты қойып. Содан жаңағы меморандум жасадым, үйттім, соны пора апардым, мінекей. Қазақстанмен жаңағы Вайомингтің уже меморандумы бар. Бәленбай студент келді. Еще 1-2 профессорды Қазақстанға жібердік қана. Қазақстанға барып келді. Негінде кітапханаңда кітаптарың тұр. В общем, ничего не знаю деп. Бірақ мен кеткенше сонымен қоймай кеткен. Сосын барып сен барған кезде қойғанда, мен прям наконец-то әйтеуір түділіпті ғой деген. Керемет. Сосын Асхат аға, енді мен білем, сіз мынау жалпы қазақ тілінің жанашырысыз. Керемет бір бастамаларыңыз бар, мына TEDx'ке қатысты. Яғни TED-тің презентацияларын, видеоларын қазақ тіліне аударып, бір үлкен іс атқарып жатырсыз. Ол қашан басталды, қалай басталды, қазіргі жағдай қалай, сол туралы айтып өтсеңіз. Бұл сол Америкада басталды. Менде ең өзім қорыққан сабағым бол, статистика деген. Сол статистика деген сабақ жаңағы міндетті сабақтың бірі бол. Сол статистиканы түсіну үшін ол не өзі деп интернеттен ақтара бастаған кезде сол TED видеоны көрдім, TED Talk статистиканы түсіндіретін, оңай бір түсіндірген, қызығып, мынау қалай күшті түсіндіреді статистиканы деп, бұның сөйтсем бәленбай тілде аудармасы бар екен жаңа TED Talk'тың. Қазақшасы жоқ.
бұл не қазақша жоқ деп сосын зерттеп қарасам оны да волонтерлер жасайды екен. Мен оған дейін біраз тәжірибем болған, локализация бойынша WordPress-ті қазақшаға локализацияладық, бірнеше ресурстарды, скайпты, бірнеше ресурстарды сол кезде біз локализациямен уже айналысқанбыз. Сосын мен TED-те қарасам, сол TED Translator деген жоба бар екен TED-тің ішінде. Содан мен хабарласып, видеоны аударып, сол күтіп жүрмін, қашан жарияланады деп. Сол видеом жарияланбады, аудармам. Сосын хат жазып едім, онда біз сізді language coordinator деп тағайындайық деді. Ол кезде маған дейін Исламбек деген жігіт аударған екен, 1-2 жоба, сосын бір америкалықтар аударған екен қазақша. Сосын жұмыс тоқтап қапты, бір 9 ба сондай ғана видео болған, қазақша субтитрлар аударылған. Содан мен language coordinator болып, ағылшынша білетін таныстарыма хабарлап, сөйтіп біз TED Translator'ды қазақшасын қолға алып, насихаттай бастадық. Кейін сол белсенді жұмыс істегенім үшін мені Канадаға үлкен TED конференцияға шақырды, 2 рет барып келдім. Сөйтіп Канадада жүрген кезде TEDx Алматы деген шараны бірнеше жылдан бері ұйымдастырып жүрген Лариса Пак екеуміз Канадада кездесеміз ғой. Сөйтіп Лариса көзі бағырайып, ойбай, сен қайда жүрсің деп айтам, сіз қайда жүрсіз? Біз айтам, сендер TEDx-ті орысша өткізесіңдер десем, енді біз қазақша өткізетін адам таппай жүрміз ғой дейді ғой. Сен содан Ларисамен сонымен танысып, сосын сол жылдан бастап мен TEDx Алматының командасынан шақырып, сол TEDx Алматыны сол жылдан бастап біз қазақ тілінде де спикерлер шығара бастадық. Сол TED Translator аударма жұмысынан бөлек, сол жыл сайын біз осы TEDx Алматы жобасын ұйымдастырамыз. Сәл түсіндіріп өтейін, TED деген бұл үлкен шара, дүниежүзілік шара, ал TEDx деген жұрнағы болса, бұл жергілікті адамдардың ұйымдастыратын шарасы. Яғни осы біреу TED пен TEDx-і штастыратындар бар. Сол үлкен TED-тің ішінде TED Translator-да қазір 500-ден аса адам аудармашы болам деп ниет білдіріп тіркелген қазақ тіліне, бірақ ішінде бір 10 шақтысы ғана белсенді, өйткені бұл өте қиын жұмыс, біраз өте көп уақыт алады, бірнеше қадамнан тұрады. Бір жағымсыз бір оқиғамен бөліскім келеді, өйткені бұл маңызды, бұны айтпайым деп ұзақ ойланғам негізі. TED бұл негізі волонтерлардың ұйымдастыратын шара. TED Translator, яғни аударма, субтитрді аудару. Бұл ерікті түрде жүзеге асуы тиіс, яғни бұл үшін ешкім ақша төлемеуі қажет. Егер ақша төлесе, онда адамдарда мотивациялық көзқарас өзгеріп кетеді. Содан біз осыны насихаттай бастаған кезде Қазақстандағы сен тұратын қалада өте мықты бір университеттің бір мұғалімі сол қазақ тілінен магистранттарына тапсырма ретінде осы TED видеоларын аудару тапсырады екен. Ал ол балалардың қазақшасы нашар. Содан баратта олар не істейді? Олар өтірік баға алу үшін жаңағы сабақтан TED видеоларды, TEDx-ті аударады. Ол жерде және өте техникалық талаптар бар субтитрда. Мысалы, субтитр аударған кезде бір техникалық талабы 48 символ деген бар, 24. Бір линияда 24 қана символ болу керек. Өйткені адамның көзі 24 символды қабылдап үлгереді. Мысалы, сондай бір қарапайым техникалық тіл, қазақ тіліне қатысты ережеден, заңдылықтардан бөлек, дұрыс аудармадан бөлек, сондай да бір нюанстары бар. Ал ол баға үшін жасағаннан кейін, ол мұғалім тексермейді оны. Оны бізге тексеру, мен апрувер ретінде, оны мен тексеруім қажет та. Сонда мен ойланамда, мен кімнің жұмысын атқарып отырмын? Мұғалім сонда түптеп келгенде не өзі тексермейді балалардың жұмысын, не өзі үйретпейді. Бірақ игі іс істеп жатырмын деген ойменен керісінше бізге қиындық тудырып отыр. Себебі қазір сол оқу орнының студенттері қате аударған өте көп аударма бізде жарияланбай кезек күтіп тұр. Бұл бізге минус, қазақ тілінде бөлігі үшін, өйткені менен сұрайды, неғып жарияламай жатсың деп. Мен енді біздің ішкі кухнямызды ашқым келмейді ғой енді. Бірақ енді түсіндіруге тырысамын, бұл сапасыз, әзірге жариялай алмаймын деп. Сондықтан біз керісінше бұл TED Translator'да адам санын көбейткеннен гөрі біз тұрақты түрде шын жан тәнімен осы іске берілген, уақытын арнағысы келетін сондай адамдарды болғанын қалаймыз. Күні бүгінге дейін қанша жаңағы видеоларды аударып үлгердіңіздер? Біз қазір осы TED.com деген сайтқа кірсе, соның ішінде
транслейтор деген бөлім бар, participate деген ішінде. Соның ішіне көрсе болады, біз қазір 100-ден аса ғана ғой дейм аударғанымыз, яғни жарияланғаны қазақ тілінде 100-ден аса жарияланды. Қазір мен 157 айтып жатсыз, мен ашып қарап отырмын. 157 субтитрменен жарияланды. Оның барлығы дені мен жаңағы language coordinator ретінде аппрув берем. Барлығы бірдей өте сауатты деп айта алмаймын. Неге десең, бұл ғылыми тіл. Ал кейбір ғылыми сала TED Talk'та баяндалатын қазақ тілінде әзірге ол сала бойынша белгілі бір терминология, бір дискурс әлі қалыптаса қойған жоқ. Сондықтан оны біз мүмкіндігінше негізгі ойды өзгертпей жеткізуге тырысамыз. Бірақ мойындаймын, аудармада ептеген қателіктер бар. Ол заңды, себебі біз бәріміз ерікті түрде жасап жатырмыз. Бірақ мейлінше біз кәсіби түрде жасауға тырысамыз. Бізден аудиториядан қандай көмек керек дейтін болса, негізі қазақша нұсқасын адам көбірек көрсе деген, қазақша нұсқа бар екен таратса. Жалпы негізі қаралымы қалай? Қазақшаға аударып, бұл үлкен еңбек. Енді әрі қарай жаңағы аудиторияның тарапынан қызығушылық қалай болды? Мен сол Канадаға бір шақырған кезде, осы language coordinator ретінде мен шақырған кезде, мен өзіме сондай бір осыдан неше жыл болды, 4-5 жыл бұрын болған шығар, статистика берді қолыма. Осылай, рахмет, сіздер осы қазақша субтитр жасаған нәрсені осынша адам көрді деген. Сол кезде қарағанда негізі көреді екен субтитрменен қазақша. Ол статистика бізге көрінбейді, бірақ TED-тің өзінің ішіне көрінеді. Бірақ қазақшаны көреді екен. Және біз байқағанымыз TED-тің YouTube-тағы каналында көбінесе ағылшын тіліндегі контент емес, именно осы локальды тілдегі контент өте көп көріледі. Адамдар көбіне TED-тің өз сайтынан көрмейді, олар YouTube-ке барады, TED-тің каналын табады, TED-тің видеосын көрген кезде сабтайтлын дегенді басып, қазақшаны тауып сөйтіп көретіндер бар екен. Енді бізде жыл өткен сайын меніңше, егер кейбір мұғалімдер осы TED-ті сабақта қолданатын болса, немесе онда бізде көбейеді деп ойлаймын. Көпшілік шатастыратын TED-ті біз аударамыз деген кезде синхронды аударма жасайды деп. Жоқ, біз синхронды аударма жасамаймыз. Синхронды аударма жасау үшін TED-тің өзінен ресми рұқсат сұрау керек. Олармен келісімшарт жасасады. Өйткені ол бизнес жар жағында, яғни TED өте мықты контент. Сіз оны синхронды аударма жасап, көбі өзіне трафик жинағысы келеді. Маған жеке хабарласқандар бар, мен айтам, бұл өз алдына бөлек, TED-тің бөлек TED деген, TED Education деген жобасы бар. Кейін TED-тің мектептермен жұмыс істеу бөлек жобасы бар. Біз көбіне TED-тің видеосын ғана көреміз, және көпшілігі бұны бір inspirational видеоларды көп көреді. Сөйтіп ойлайды, TED Talk десе, бізде қазір мода болып кетті ғой, talk, бір нәрсе talk деген. Бір inspirational бір видео жоқ, TED-тің басты мақсаты ол ғылыми идеяларды адамдарға түсінікті тілде тарату. Негізгі мақсаты осы. Өйткені ғылыми ой, ғылыми ортада ғана қалып қоймау керек. Оның пайдасын қарапайым адамдар көру керек, түсіну керек. Сол үшін TED-тің мақсаты ғылыми идеяларды, ойларды түсінікті тілде адамдарға жеткізу 18 минуттың ішінде. Бірақ адамдар inspirational, мотивационный видеоны көп көргісі келеді интернеттен. Содан TED-тің сондай видеолары көп танымал болып кеткен. Содан сондай қате түсінік бар. Көпшілікте жаңағы TED, TEDx бұл мотивация беретін шара бір нәрсе деген сияқты. Жоқ, TED-тің басты мақсаты ол TEDx-тің сол ғылыми ойларды әрі қарай таратуға туралы идеялар деп айтамыз. Өзіміз ұраны сол, оны әрі қарай тарату, насихаттау. Алматыда біз сол TED транслейторлардың бір 20 шақты белсенді қатысушы аудармашылар тұрады. Біз сол айына бір рет кем дегенде өзіміз жиналып тұруға тырысамыз. Сол жиналып, сол жерде біз осы TED-ті аударамыз, бірімізге көмектесеміз, жаңағы терминдер. Яғни бірге жиналып отырып аударасыздар, солай жеңіл, өйткені кейбір адамға мысалы бір өзіне қиын болып кетеді. Бір жобаны жасау, мысалы бір 18 минуттық видеоны субтитр аяқтауға бір ай уақыт береді.
ол былай көп сияқты, бірақ 1 минуттың өзінде кейде біз 1 сағат отырып 1 секундын аударатын кезіміз болады. Өйткені мысалы мен бір видеоны аударған кезде ол ғалымды зерттеймін, ол ғалым бұған дейін қандай кітаптары шықты, соның кітабын оқып кетемін, ол қандай сұхбат берді, кейбір жаңағы TED Talk'та айтқан бір терминді түсіну үшін мен басқа бір нәрсені ақтарып оқып кетемін, кейін соны түсінгеннен кейін барып тұтастай сосын жаңағы аудармаға кірісесің. Яғни бұл өз алдына сондай біраз бір процесс уақыт алады. Сол үшін біз бұны жаңағындай асықпай, бірақ сапалы жасауға тырысамыз. Бастамаларыңыз күшті, ары қарата еңбектеріңіз өне берсін, өсе берсін. Егер болашақта менде де уақытым болып жатса, қосылып бір тым құрығанда бір видеоны аударуға көмектесемін ау деп үміттенемін. Бұл жерде сосын көп айтады, мен жаңағы көмектескім келеді дейді, жаңағы сен сияқты ниеті жақсы адамдар өте көп. Біз айтамыз, бірақ қазақ тілдің мысалы мықты болмаса, ағылшын мықты балалар болуы мүмкін. Немесе керісінше, ағылшыншасы әлсіздеу, қазақшасы мықты балалар бар. Ол TED аудармада редактор деген бөлек не бар. Яғни бірінші біреу транскрибация жасайды, теріп шығады, кодирование жасайды. Екінші адам оны үстінен жаңа тексеріп шығады, оған ағылшын білу шарт емес, бірақ оған қазақ тілін білу өте маңызды деген сияқты. Ең соңғы адам жаңағыдай сосын екі тілді қарап салыстырады деген сияқты. Сондықтан ол жерде әртүрлі көмектесудің жолдары бар. Оған қатысам деген адам TED.com ішінде TED Translators деген бөлім бар. Соған кіріп, соның ішінде арнайы форма бар, соны толтырып өтініш берсе болады аудармашы болуға. Сосын егер Алматыда болса, жалпы қазақ тілін таңдаса, онда бізбен хабарласса, біздің өзіміздің жабық тобымыз бар Фейсбукта. Біз соған шақырамыз, сосын сол жерде біз өзіміздің ішкі жаңағы кездесулеріміз туралы хабарлап отырамыз. Өтініш сізге келіп түседі, сізге жібереді ары қарай? Маған келіп түспейді. Өтінішті сол TED-тің өзіне TED Translator деген бөлек бір департаменті бар. Солар қарастырады. Өтініш ағылшынша тапсырылады. Өтініштері қабылданған кезде жаңағы шетелдік топ, TED-тің өзінің командасы өтініші өткен адамға хат жібереді. Мысалы, құрметті Зарина, сіз осылай TED Translator ғып сіздің application'ыңыз қабылданды, Қазақстанда қазақ тілінде language coordinator ретінде жұмыс істейтін осындай Асхат деген кісі бар деп, сол хатта соны жібереді. Түсінікті. Жақсы, рахмет көп. Ал енді мынау ұстаздық туралы айтсақ, қазіргі таңда сіз Сүлеймен Демирел университетінде, мына журналистика факультетінде, журналистика мамандығында сабақ бересіз. Бакалавриатқа, магистратураға, осы ұстаздыққа қалай келдіңіз? Біз менің сүйікті тақырыбым дата туралы сөйлесеміз. Ұстаздық дегеннен бұл жаңағы тренингпен келді деп ойлаймын. Баста журналистерге тренинг өткізу керек болды ғой. Сосын өзім өте көп тренингтерге қатысқан адамын. Тренинг TUT дейді, тренер болудың қандай нелері бар. Маған сол ұнамайтын оқу орындарында стандартты тақтаға шығарып қойып, немесе біздің кезде конспект жазылатын мұғалім оқып тұрады, сен соны ручкамен дәптерге көшіріп отырасың да, соны айтып береді. Маған өте ұнамайтын сол нәрселер. Содан журналистиканы үйретудің оңай тәсілі ол тренинг форматында өткізу. Содан мен өзім қатысқан тренингтердің әдіс тәсілдерін қолданып сабақ өткізе бастадым. Алғаш сол Әл-Фараби университетінде бастадым. Одан кейін Сүлеймен Демирел университетіне шақырту алдым. Қанша жыл болып қалды? 2014-тен бастап екен. 2014-тен бастап осы СДУ-дамын. СДУ-да мен қазір дата журналистикадан, мультимедиадан, медиа сауат жаңалықтану өзімнің спецкурсымнан қазақ және ағылшын топтарына сабақ беремін. Биыл біз магистранттарға сабақ беруді бастадық. Негізгі бағыт менде сол осы жаңа технология, оның ішінде қазір датаға қарай ойыса бастадық. Ашық деректер, дата журналистика, data driven journalism, computational journalism деп айтатын жағдайлар бар. Біз қазір бұл да яу бастағы менің миссиямның бірі, яғни қазақ журналистикасын жаңаша биікке көтерудің жолы. Бұл осы жаңа тенденциядан, жаңа трендтен қалмау, оны мүмкіндікше дер кезінде бірден ағылшын тілінде болып жатқан нәрсені бірден жас қазақ журналистіне бірден үйрету, сөйтіп бірден оны өзіміздің медиа нарыққа алып келіп отыру. Сол ой СДУ-ға рахмет. СДУ жалпы еркіндік береді, жаңағы силабус толтыруда, журналистермен жұмыс істеуде, студенттермен қарым-қатынас орнатуда жағдайды мейлінше жақсы дұрыс жасауға тырысады, сол жағы ұнайды. Сөйтіп қазір біз
бірнеше жыл болды осы дата журналистикадан сабақ беремін. Енді дата журналистиканың ішкі несі өте көп, проблемалары көп. Бұл Қазақстандағы жаңағы дата туралы түсінік, жаңағы data privacy-дан бастап, цифрлық құқықтан бастап, жалпы open governance-ға дейін жаңағы өте көп, бізде әлі толықтыратын тұстар өте көп. Бірақ мамандар болашақта аса қажет болады. Сол үшін біз осы қазір дата өзіме де ұнайды қазір, өйткені бұның ішінде маған қызық нәрсенің барлығы бар. Статистика да бар, ағылшын тілі да бар, жаңағы жаңа медиа да бар, жаңа дизайн да бар, журналистика да бар. Сол дата журналистика менің осы уақыт қызығушылығым барлығын біріктіретін дүние десе болады. Сол үшін маған қазір осы дата журналистика ерекше қызық. Қазір осы data driven journalism, жаңағы датаның ішінен оқиға табу деген нәрселерге осы ден қойып жатырмыз. Жақсы, Асхат ағай, сізге көп рахмет. Жасап жатқан істеріңізге береке тілеймін. Әсіресе мынау әлеуметтік тұрғыдан, мына қоғамға пайдалы, жастарға пайдалы, Қазақстанға пайдалы біраз дүниелер жасап жатсыз. Саған да көп рахмет. Осылай оқып, шетелде оқып, тәжірибемен бөлісіп, өзің де ұстаз атанып жатсың. Саған да маған тілеген тілектерің өзіңе 1000 еселе қайталанып келсін. Барлық оқырмандарыңа сәттілік тілеймін. Өте ұнайды FindUB жобасы, осын бастаған адам. Негізі мен сенен бір адам өз айналасында оң өзгеріс жасай алады. Сондықтан бір адам бастап, оны қолдаушылар табылса, ол өте жақсы деген сөз. FindUB сондай бір жобаға айналып келе жатыр. Өз алдына бір медиа бір алаңға айналып, сол үшін сіздерге де көп рахмет, тілектеспін, сәттілік тілеймін. Рахмет көп, Асхат ағай, көп рахмет. Енді Алла бұйыртса, келесі жолы жүздескенше. Жүздескенше. Біз өзімізді және өмір сүріп жатқан қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз. Мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру. Оян Батыр подкастын ұнатсаң, бізге iTunes, Google Play қосымшалары арқылы жазыл. Facebook, Instagram, ВКонтакте және findub.com сайтында бізбен бірге бол. Подкастымыздың жақсаруына себеп боламын. Өзгеге көмектесемін десең, iTunes'та өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Назарыңа рахмет.